Алдардың шық берме Шығайбайға қонақ болуы. Сол баяғы ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда, шық берме Шығайбай дейтін бай болыпты, төрт түлігі сай көңілі жай болыпты. Сол шық берме Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен, қондырса дәм бермейді екен. Заманның деген сараңа өз тойса да көз тоймайтын бай екен. Үйіне кісі келсе оның жауабы Шығай екен. Осыдан жұрт оны Шығай деп атап кеткен екен. Шық бермес Шығайбайдың атын Шығайын естімеген ел болмапты. Тас түлек болса да дәмін татам деген талайлардың тауы шағылған екен. Бірақ алдар қу, алдардың алдамайтыны, жалмамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақта ел-елге жайылады. Ел аузындағы мәтелге айналады. Әй, алдарың қанша қу болса да шық бермес Шығайбайды алдай алмас дейді екен жұрт. Осы сөз алдарға жетеді. Шық берме Шығайбайдың атын алдарда естиді екен. Шық берме Шығайбайды Мырзабайға айналдырмасам, алдар деген атым құрысын деп, шық берме Шығайбайдың атын жою үшін алдар сапарға аттанады. Күні түні жүріп, шық берме Шығайбайдың елін іздейді. Ақырында елден іргесін аулақ салып, айдалада жалғыз үй отырған Шығайбайдың үйіне келеді. Шық берме Шығайбай, атың жаман, жұрт айтатын салтың жаман. Не істеп отыр екен қу деп аттан абайлап түсіп, алдар байдың жабығынан сығалайды. Сығаласа, Шығайбай қаза айналдырып, бәйбішесі қамыр илеп, тоқалы бас үйтіп, қызы тырнаның жүнін жұлып отыр екен. Осыдан дәм татпасам, алдар атым құрысын деп, көсі жылмаң етіп үйге кіріп келеді. Кеш жарық. Бұлар да жылдам екен. Алдар кеш дегенді айтып болғанша қолдарындағы астастарына жасырып, Шығайбай қолына таспа, бәйбіше ұршық, қызы тігіліп жатқан көйлекті тоқалы көсеуді алып түк білмегенсіп отырса қалады. Әккі болған немекенсіңдер, мызғымас қу екенсіңдер дейді алдар ішінен. Амандасқансып, қол алысқансып, байға сүйкені барып төр алдына отырып алады. Әй, көс екенсің, жұртты құртқан қум екенсің, жүрісің жылмаң екен, жарынды болған сұмбы екенсің, қу болсаң да сұм болсаң да менен түкті тимес дейді бай ішінен. Қайдан жүрген қусың, қайда барасың, не естіген білгенің бар дейді бай алдарға. Алдар көсі, көргенімнен айтайын ба, естігенімнен айтайын ба дейді. Естіген жалған болар, көргеніңнен айт дейді бай. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп, желдірте жөнеледі. Көрген білгенім көп, жолда келе жатып үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тап, өзіңнің астыңдағы қазыдай. Артық кем қу асырмай, шын айтқанда жасырмай, таспен ұрып жібердім, тоқалдың астындағы басындай. Бұл шете түсте үйленіп, бәйбіше астындағы қамырдай. Өтірік болса сақал құлынсын, қыз астындағы тырнадай. Бәрінде осыны көріп келдім, асыңды қылшы ұрламай депті. Осыны айтқаннан кейін бай шоқ түсін тіліңе деп астындағы қазысын лақтырып тастайды. Тілің тасқа болсын деп бәйбіше астындағы қамырын лақтырады. Жағыңа жылан жұмыртқаласын деп қызы тырнаны лақтырады. Қазаныңды аса бер бәйбіше дейді бай амал қайсы деген пішінмен. Бәйбіше пес қазаным 5 ай деп қазанға салады. Отырайын 10 ай деп алдар етігін шешіп, босағаға лақтырып, төрге отырып, нығырақ жайланады. Қазан ұзақ қайнайды, бірақ түсірілмейді. Қайнасаң қайна деп бақырайып алдарда отырады. Мына соққан қашан жатады деп үн жоқ, байды отырады. Ақырында бай шыдамайды. Әй кемпір, сал төсекті жатайық. Жолдан шаршап келген қонақта жататын шығар дейді. Төсек салынады, жұрт жата бастайды. Жатсақ жатайық деп алдарда жатады. Байдың көзі ұйқыға бардау деген кезде алдар орнынан тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына төрде жатқан тулақты турап салып қояды. Бір уақытта бай бәйбішесін оятады. Мына ит ұйықтады білем, түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды жегізбеді ғой ит дейді. Бәйбіше жалмажан қараңғыда асты түсіреді, бай пышақты қолға алып беріп, жат жігітім жат, сазайың осы деп аузына бір кесегін салып берсе түсетпейді. Олай қидалайды, бұлай қидалайды болмайды. Етің не болып кеткен өңкөй шандыр деп бәйбішесіне ұрсады бай. Түйіліп қалып май сұрайды. Кемпір кебежені ашып, аяққа май салады. Әдей осыны аңдып, алдар орнынан тұрып барып, аяққа салынған майды алып, оның орнына іргеден сиырдың жас тезегін алып салады. Шығайбай аяқ тала
Былдырап тұрған тезекті май деп аузына салып береді де лақ еткізіп құсат. Қаз орнына шандыр бердің, май орнына тезек бердің, алжыған деп аяқпен кемпірін бір тебет. Кемпірінің басы жарылып ойбайлақ қалады. Кемпірдің дауысынан оянған болып алдар сыртқа шығады. Бұл сұмның қасты қаз болмас. Атыма бірдеме қылып өшін алар деп атына барады. Атының қасында байдың да аттыр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. Маған ойлайтын зияны болса өзіне тисін деп, өз атының қасқасын жас тезек жағып жоғалтады да бай атының басына бор жағып қасқат қылып қояды. Сөйтеді де орнына келіп жатып ұйықтап қалады. Етті майды жеп қойған алдар екенін, бұл жұрттан асқан қу екенін бай біледі де, іші ныза кернеп тұра тұр бәлем дейді ішінен. Алдар ұйықтадау деген кезде сыртқа шығып, алдардың атын жарып тастайды. Міне жігітім сазайың деп өзін өзі риза болып төсегіне келіп жатады да ұйыққа кетеді. Таңертең бай орнынан тұрып жатып алдарға айтады: мына кемпір бір қасқат өліп жатыр дейді, сенің атың болу керек, жарылып қалған. Атыңды бақпай қазан бағып жүрген не қылған адамсың деп қарық-қарық күледі. Алдар тұрып: қандай қасқа екен? Тезек қасқа болса менікі, бор қасқа болса сенікі болар дейді. Бай құдайдың ұрғанын біледі де тұра жүгіреді. Жүріп барса өліп жатқан байдың бор қасқасы екен. Бай күйініп кетіп алдарға келіп: жоғалт қараңды сұм, құртатын болдың ғой әбден. Кейіп шығып кетеді сыртқа шығысымен бәйбішесіне: әлгі наныңды бер, мына иттің қарасын көрмейін, тез жөнелт дейді. Әйелі жер ошақта пісіп жатқан нанды оттан суырып бере қояды. Мұны көре салып алдар жүгіріп шығады: ей байеке, енді бұдан былай жолығамыз ба жоқ па? Ақтығы рет көрісіп айырылсайық деп бара байды құшақтайды. Оны қысып жібермейді. Оттан жаңа шыққан нан байдың кеудесін күйдіріп кетеді. Оу, жарайды енді деген сайын қыса түседі. Оу, мына ит жегіріңді итчесін, мә, жемтігіңді ал деп бай қойнындағы нанды алып лақтырып тастайды. Бисмиллахи, піскен ас, ауызға келіп түскен ас деп алдар қағып алады. Бай енді кетейін десе алдар тағы жібермейді. Оу, сұм, алатын наныңды алдың, енді нең бар дейді бай. Мынау етігім жыртылып, шұлғауым шығып жүр, бізіңді беріп кет дейді. Байдың қызының аты Бізбикеш екен. Байдың бізді бергісі келмейді, алдар жабысып жібермейді. Ақыр болмағансың, алсаң алшы, ан тұрған, ал да қараңды жоғалтшы дейді. Алдар рахметті жаудырмалатып күліп қала береді. Бай кетісімен алдар бәйбішеге жүгіріп келіп: ал қызыңды киіндір дейді. Не үшін? Баймен келісіп Бізбикешті алатын болдым. Жоқ алары, жұртты жалмаған қу, қызымды беретін сен кім едің дейді. Әйтпесе өз құлағыңмен естіп қал деп сыртқа шығып біраз жерге барып қалған байдың артынан айғайлайды: ей бай, біз Бикешті бермей жатыр бәйбішең деп біздің қаттырақ айтып дауыстайды. Ей бәйбіше, бер, жоғалт соның көзін деп айғайлайды бай. Әне естідің бе дейді алдар бәйбішеге. Мына кәрит алжыған өзі, елді құртқан бір қу аяққа қызын беріп құтырған ба деп таңғалады бәйбішесі. Алдар анау мынау дегенге көнбестен жасауын беріп қызды атқа мінгізеді. Алдардың ойыны осылай болады деп еліне тартып отырады.